Достар, алдыңғы мини-конкурста жеңген осы айсберг деген бала осы маған Элса келмей саған өзінің 150 теңгені беретін боламын. Достар, видео басында да өте керемет осындай мини-конкурс. Бұл мини-конкурстың призын өздеріңіз білесіздер, яғни 200 теңге. Енді шарттар, яғни осы не қылып отырсың? Не қылып отырсың сен? Достар, шарттар сол баяғы қарапайым, яғни осы видеоға 2 аккаунттан лайк басасыз, және 2 аккаунтпен менің арнама тіркелесіздер, және сол 2 аккаунтпен спонсорға тіркелесіздер. Және достар, осы яғни комментке мен қатысамын деп ВК ID-ларыңызды қалдырып кетесіздер, немесе номерлеріңізді қалдырып кетесіздер. Ал сәттілік, барлықтарыңыз қатысыңыздар. Let's go. Достар, видео басында iMustQF деген арнаны ұсынамын. Себебі достар, бұл арнада өте кереметтей сапалы оформление мен өте кереметтей сапалы превьюшкалар бар. Достар, осы арнаға тіркеліп, яғни осы видеосының, яғни соңғы видеосына барып, онтиктан келдім жазып кетейік. Достар, тіркеліп қолдайық, ал біз 150 подписчик жеткізсек, ал біз енді өзіміздің кереметтей екінші пиарымызға кеттік. Достар, Нұрсик кеше ғана 100 подписчикке жетті. Біз оны құттықтаймыз. Достар, Нұрсиктің арнасында өте керемет оформление мен өте керемет видеоларды көре аласыздар. Мен сізге советую, бұл бала МКП-ні дамытады, және превьюшкалар мен алғашқы өте әдемі вексел жасалған, және өте керемет видеостар қана Нұрсикта. Тіркеліп қолдап, лайк басып кет. Және де арнасына барып, онтиктан келдім деп жазуды ұмытпа досым. Ал біз видеоға кет. Сәлем, егер сен онтиктің видеосын көрсетсең, менің каналыма тіркел. Себебі менің каналымда 2000 теңгеге конкурс болып жатыр. Сол жерде сіздер қатысып отырсыздар, және де осы видеоға лайк басыңыздар. Барлықтарыңызға сәлем достар, МКП сүйер қауым, қалайсыздар достар? Сіздер мені күттіңіздер, мен де сіздерді өте қатты күттім достар. Енді достар, бүгінгі видеода, яғни мен сіздерге видеоны атта көргендеріңізде өте кереметтей, мына киімді алайын. Мен бүгіндегі видеода мен сіздерге өте кереметтей Bedwars түргім келіп отыр. Яғни сіздер бұл Bedwars'та, яғни қандай видео түсіреді десеңіздер достар, сіздер видеоны атта көргендеріңізде, достар, қазір мен келейін. Ой, Bedwars'ында маған қайзамын. Достар, енді мен бұл видеоны, яғни мен досымның соткасымен видео түсіріп отырмын. Сондықтан достар, мән бермеңіздер. Енді достар, мен сіздерге бүгін яғни топ 5 кидоктарды айтып беретін боламын. Яғни олар қазіргі таңда 2020 жылғыда кімдер, олар қалай алдайды, не үшін алдайды, барлығын айтып беретін боламын. Достар, енді сіздер видеоға көп сөзбей оралай берейік. Достар, енді кидоктар дегенді білесіздер, яғни кидоктар олар деген екі түрге бөлінеді. Яғни кидок деген ол деген бірінші, бірінші ол жай тойымсыздықтан алдайды, ал екіншісі ол яғни бір себеппен алдайды. Енді достар, сіздер кидок дегенді қазір көбісі біле бермейді. Яғни кидоктар деген ол деген адамдарды алдап, яғни койынға, анаған, мынаған, қымбат заттарға және де арзан заттарға алдайды. Енді достар, сіздер кидок дегенде, яғни естеріңізге сразу, яғни алдайтын ақшаға тойымсыз адамдарды елестете аласыздар. Енді мен достар, ең бірінші 5-ші орынға мен бір кидокты қойым келеді, яғни ол Владимир деген кидокты қойым келеді. Мына пацанды қазір изи, опа, комба. Изи, бол, изи. Общем, достар, біздер деген, яғни ол қандай кидоктар, ол Владимир, ол не үшін алдайды, не үшін алдайды, общем, неге алдайды, соны айтатын болам. Владимир деген, общем, ол бала деген, яғни біреудің каналын алып, яғни өзімнің каналым деп адамдарды алдайды. Яғни ол мен деген, яғни YouTube неден көріп қалдым, оны кидок дейді, яғни Айрекс деген бала оны ұстап алған болатын. Яғни қалай ұстап алды десеңіздер, ол яғни ол канал өзіндік екеніне дәлел беру үшін, яғни ол каналды, яғни өзінің канал екеніне дәлел бере алмады. Сондықтан ол оны тысаға тығып тастаған, яғни бұл уже кидок екені білініп тұр. Сондықтан достар, бұл балаға егер сіздерге келіп, мен бұл канал сатам, анау-мынау арзанға сатам, 1000 теңге, 700 теңге сатам деп жатсыз, достар, сіздер сразу оны тысаға тығып тастаңыздар. Себебі ол алдау жолдарын бәрін біледі. Ол сіздің, яғни слабый адам екеніңізді біліп, яғни ол сөйтіп алдайды. Достар, енді мен сіздерге 4-ші орынға қоятын адам, ол кім? Кім дегенде ол Айдын Күреспай. Достар, сіздер ойлап қалмаңыздар, Демфи емес ол. Демфидің фейкі, Демфидің фейкі болып адамдарды алдап жүр.
ол уже білмеймін бір адамды бір екі адам алдап тастаған шығар уже білмеймін ол жағын ше. Ал былай ол қазір алдап жүр көп адамды алдап жүр иә. Сонда достар сіздер оған сенбеңіздер, ол себебі бір бермеймін, пруф бар, анау мынау деп, оны яғни фалан деген баланы танитынсыздар, яғни превью мейкер, сол бала яғни оны ұстап алған болатын, иә. Сонда достар сіздер де бұл балаға алданып қалып жүрмеңіздер. Мен сіздер просто сіздерді алданбасын деп мен сіздерге түсіріп жатырмын. Қазір көбісі алданып қалады, болсамыз алданып етін не істейді, яғни сол ақша өкінеді. Сондықтан достар мен сіздерді өкінгендеріңізді қаламаймын, иә. Үшінші орынға достар мен яғни Тимур Омаров деген баланы қойғым келеді. Неге десеңіздер, Тимур Омаров деген бала ол деген яғни бұрында кедок болып мені қадап кеткен болатын. Бірақ қазір мен оны қойдыма десем, маған келіп Элса келіп, оны тек ренжімес, мен сен вибімді алып кеткен болатынмын, мен саған қайтарып бердім ғой. Мен енді адамдарды алдамаймын, Құдай үшін анау мынау деп айтып еді. Бірақ білмеймін, неге олай істеген білмеймін. Короче, мен оны яғни YouTube дүкені, YouTube сату және алу деген сіздер білесіздер, яғни YouTube'да сондай сататын ВК группа бар. Сол группада яғни мен оны көріп қалдым, яғни ол фотошоптап каналды сатады екен. Ол сатпайды, просто алдап кетеді. Мен оны яғни бірлік ұстап алған болады, содан кейін мен сенбедім. Одан кейін ол бала сөйтіп алдайды екен адамдар ше. Содан достар сіздер ол балаға алданып қалмаңыздар. Тимур Омаров деген яғни ВК-сында ешқандай не жоқ, сурет болмайды. Сондай бала анау мынау сатам, сапалы дизайнер деп қояды еще өзін. Сондай бала ол бала қадап кетуі мүмкін. 100% қадап кетеді ол, Мен оның кедок болған үшін мен оның пиарын жасамаймын вообще, себебі ол кедок болды, яғни мен кедоктарды кешірмеймін достар, Ол маған қаншетке мен қандай зат берсе де мен оны кешіре алмаймын. Мен тек адал адамдардың келіп зат алғанын қалаймын, достар, енді мен деген, енді сіздер екінші орынға да, екінші орынға достар мен Альнұр Нұрмаханов дейма, сол баланы қоям. Ол бала достар сіздер білмейсіздер, ол баланы қазір көбісі біледі, көбісі білмейді. Ол бала Элзо, яғни ВК-сын Элзо Хазашников еді, ол несін ВК-сын атын солай өзгертіп тастаған болатын. Ол бала да тоже Free Fire аккаунттарға қадап кетуі мүмкін. Сіздер сақ болыңыздар, барлығын, яғни гарант деп айтыңыздар. Гарант деген ол не екенін білмесеңіздер, ол гарант деген яғни қазіргі таңда кедоктардың жоюына қарсы зат, яғни ол гарант деген мысалы кім гарант қой, бірлік гарант, ол яғни ешкімнің алданбағанына қалайды да, сондықтан ол сондай затта, өзім көп нәрсе білмеймін, но мен де қазір гаранттермін достар. Элса келіп маған гарант болып берші десең, мен сіздерге смело гарант болып берем. Достар, мен ешкімді алдамаймын, қазір мен сондай болып жүрмін, яғни гарант болып жүрмін, кедоктардың қарсы болуына әдейі қарсымын, сондай болып жүрмін. Ал бірінші орынға достар, ол Алек. Алек деген сіздер танисыздар, яғни ол мықты ютубер, яғни мықты ютубер десем де болады. Ол ютубер, яғни гарант болып алдайды адамдарды, гарант болып алдайды екен, және де Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит? Когда у меня не бомбит у меня! Достар, ол Алек деген, ол балармен былай мақсаты көп танымаймын, себебі ол Free Fire-чек, бір каналында бір 2000 ба, или одан көп ба, бір подписчигі бар, или 26 000 ба, ол жағын білмеймін. Әйтеуір алдында көріп қалған кезде бір дұрыс көрмей қалдым. Достар, ол деген яғни сыбайлас кедокқа ұқсайды, себебі ол деген қазір досына гарант болып береді да, и ол оны қадап кетеді, яғни жазықсыз адамды қадап кетеді да, и сол үшін ұнамайды, сонда оны көбісі қазір кедок деп айтады. Мен содан қарап, яғни сіздерді алданып қалмасын деп айтқым келіп отыр. Енді достар, ол Алек деген, білмеймін, ютубер ма, оны қазір көбісі ютубер ретінде таниды да, сосын олар бәрі сенеді оған. Оның өзіне де гарант керек, еще өзі гаранттермін дейді, оның өзіне де адам, оған да гарант керек. Қазір достар, 21-ші ғасыр, яғни ешкімге сенбейтін ғасыр. Достар, сіздер, яғни осы видеодан кейін енді кішкене естеріңізді жиясыздар деп ойлаймын, яғни қазір барлығы көбісі айтады да, ой, бұл сотқа кішкене қатады достар, сондықтан мен сонда да түсіріп жатырмын. Достар, қазір 21-ші ғасыр, ешкімге сенуге болмайды. Тек қана сенімді адамдарға сенуге болады да,
қазір атақты сенімді адамдар бар да, соларға сену керек. Мықты көп сенуге болмайды. Иә, сіз танымайтын адамға барып олай жүгірмеңіз. Ол танымайтын адам, ол сізді танымағаннан кейін ол адам сізді қадайды. Иә. Және достар, сіздер аңқау болмаңыздар. Иә, кейбір аңқау болуы мүмкін, типа бір нәрсе айтса, ол арзан зат десе, ол сатып алуы мүмкін. Иә, сатып алады да, сосын оны қадап кетеді. Қазіргі заманда, яғни гарантқа жүгінген дұрыс. Себебі гарант ол қазір тиімді зат. Иә. Достар, енді сіздерге мен тегін гарант болып беремін, себебі қазір Рамазан айы, барлықтарыңызды Рамазан айымен құттықтаймын. Иә, 3-ші видеода құттықтап жатырмын. Иә. Достар, мен де гарант бола аламын, достар. Иә. Сондықтан смело келіп, Элса келіп гарант болып берші деп айтыңыздар. Қазір ешкімге сенуге болмайды. Менің өзім ешкімге сенбеймін. Иә, бір Алладан басқа, және өз-өзіне сену керек. Иә. Енді достар, осы видеоға давайте барынша лайктарыңызды басыңыздар, достар. Иә. Осы видеоға давайте хоть 135 лайк жинап тастайық, достар. Алдыңғы видеоға сіздер түк дұрыс лайк жинамапсыздар. Иә, Құдайға шүкір 130 лайк жинап тастапсыздар. Мен негізі 140 лайк жинаған болатынмын. Иә. Иә, достар, енді бұл кетоктарға вообще сенбеңіздер. Элса келсе, сразу часы атып тастаңыздар, достар. Себебі олар сізді қадауы мүмкін. Вообще қазіргі таңдағы 2020 жылдағы қауіпті кетоктар деп айталам, достар. Иә. Достар, енді мен сіздерге барынша тырыстым осы видеоға. Сіздер лайк басыңыздар, комментті патырлатып жазыңыздар, және конкурсқа қатысыңыздар. Конкурста білесіздер, яғни 200 теңге, және қанша спамит етесіздер, сонша рет спамит етіңіздер. Ол сіздерге жақсы, яғни ұтуларыңызға мүмкіндік бар. Иә. Ал достар, сіздермен болған мен 10 тек. Осы видеоға давайте барынша лайктарыңды басыңыздар. Ал өте кереметтей лайктарыңызды жабыстырыңыздар. Ал мен кеттім.